Енем есімді шығарды. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл оқиға менің өз басымнан өткен болатын. Үйленгеніме 9 жылдай өтті. Қайнатам, әйелім 1 жасқа толған уақытында қайтыс болған. Енем ол кезде небәрі 30 жаста екен. Қазір жасы 58-де. Өмірдің ағы мен қарасын, тартысында, қапысында көргендіктен бетін әжім басқан. Орта бойлы, 165 сантиметр шамасында. Жүзінде қарттық пен қаттылық белгісі бар әйел. Ол туралы артық ойым болмайтын. Тек сол күні, осыдан 2 жыл бұрын, Алматыға жұмыс бабымен барғам. Ала сумкаға бір марқаның етін тартып алып, жолай дүкенге соғып, тәтті заттар мен тортын алдым да қайын жұртқа тартып отырдым. Қайнағам ол кезде вахтада жұмыс жасайтын. 2 балдызым да Семейде оқуда. Енем үйде жалғыз. Үйге келіп есік қақтым. Қуықтай ғана бір бөлмелі үй. Кухня, зал, туалет, ваннасы бар. Есікті енем ашты. Аздап мас сияқты көрінді. Үй у-шу құрдастар екен. Енем үстінде халат киген, етегі тізесіне жетпейді. Ақсандар жалтырап тұр. Кіре сала амандық білісіп, дастарханға жайғастым. Ырду-дырду әңгіме. Аздап тамақтанып, кешке келемін деп шығып кеттім. 2 сағаттан соң қайта келсем, қонақтар жиналып кетуге қам жасап жатыр екен. Енем екеуміз етті бұтарлап, тұздап, балконға жайып қойдық. Енем туалетке кіріп кеткен болатын. Кухняға өтіп бара жатқанда бір ыңырсу естігендей болып жақындап едім. Иә, расымен де. Жай құлақ түріп тыңдағаным сол еді. Аспабым айқайлап шыға келді. Кенет тамағын кенеп, артынша терең дем алып жатты да, унитаздың суын ағызып даусын естіртпей тастады. Мен әрі өтіп кеттім. Шыққан соң бірден төсек салып жата тұрамын деп жатып қалды. Мен диванға қисая кеттім. Ұйықтап кетіппіз. Түн іші сиқырдан ояндым. Енем қараңғы бөлме ішінде қолында телефонның әлсіз жарығы мен шкафты ақтарып жатыр. Сөйтсем үстіне жұқа халат алып, көз алдында шешініп ауыстыра бастады. Жарық әлсіз болса да, анық көре алатындай еді. Қос емшегі салбырап кеткен, бұтында ақ труси, үстінде жұқа ілгекті көйлекше киді. Бір кезде теріс айналып, іш киімін шешті де орнына қара түстісін киді. Шешіп тоңқайғанда еріксіз ләззат беріп, айғырым айқайлап шап дегенде басын әлсін-әлсін көтереді. Демім тамағымда қысылып әрең шығады. Бар аяғы 1 минутта көрініс аяқталып, енем орнына жата кетті. Жүзін маған бұрып, телефоннан бір нәрсе қарап бастағандай. Әуелде не қарап жатырғанын ұқпасам да, артынша қолы мен көрпенің үйкелісін анық естіп, бір нәрсе бүлдіріп жатқанын ұға қойдым. Бір сәтте шалқалай жатып, бөлмеде менің барымды ұмытқандай, клиторын жылдам сипалай бастады. Мені ұмытты ма, әлде бар екенімді қыстырмады ма? Саусақтарын күн түймесіне кіргізіп шығарып, шыпылдаған даусын үдетіп барады. Көрпесін айқара ашып, ыңырсый жөнелді. Сол сәтте мен де атып тұрып, «Мама, не болды?» деп өтірік білмегендей дереу фонарик жақып қалдым. Телефон фонарига. Менде дауыс жабатынды 2 рет бассан қосыла қоятын. Бар байлығын байқап та үлгердім. Енем сасқалақтай көрпесін жауып, көрпе астында іш киімін киіп жатыр. «Ой, кешіріңіз» дедім де қайта отыра кеттім. Енем үнсіз. Бір сәт бойыма күш жинап, үстіне отыра кеткім келген. Дух жетпеді. Содан кейін ояумын. Енем ұйықтаған сияқты. Телефон экран жарығын қосып қарап едім, көрпесі сәл ашылған екен. Сөндіріп төменге түстімде арт жағына жаймен жақындап қатарласа жата кеттім. Қолымды бел тұсына апарып, іш киім бойымен төмен жылжытып келемін. Күн түймесіне жеткенде сәл кідіріп, қайта мыжа түстім. Енемнің демалысы өзгеріп, ләззат ала бастады. Ояу екен. Үндемеді, мен де жалғастыра бердім. Іш киімін шештім де арт жағынан күн түймесіне сұғып алдым. Даусы бажайта қалды. Жалғастыра бердім.
Солай бірнеше минутта бітіріп, орныма барып жатып қалдым. Ертесіне таңертең ол да үнсіз, мен де үнсіз шай ішіп, мен шаруаммен шығып кеттім. Жұмысым кеш бітіп, шыққаннан кейін бірнеше сыра іштім де үйге келсем, енем отыр, ол даймас. Ой, біраз мұңын айтты. Мында жазу мүмкін емес, ең керегі соңғы бірнеше жыл еркек көрмегені. Кейде өзін-өзі басқара алмай кететіні жайлы айтты. Мен де тыңдап отырдым да аймалап кеттім. Тағы да үнсіздік, үнсіз жанасу, үнсіз аймаласу. Екі аяғын көтеріп қойып үстінде біраз итердім. Сыраның буымен бітіріп болмай жатырмын. Кенет поз ауыстырып, ол үстіме отырып шапты. Ой, бөлегенді шабысы. Бірнеше рет бітірді ол. Жұлқына итерем, ыңқылдаған сайын жұлқына түсем. Ақ тер, көк теріміз шықты. Тек ұшын ғана саламын деп ұшын кіргізіп шығарып отырып, бір кезде жартысына дейін тығып жібердім. Ух деп өліп барады. Шап тұсымнан кейін итере береді. Сол тұрған жерінен ет бетімен жатқыздым да түбіне дейін тығып жібердім. Армансыз айқайлатып, 10 минутта бітірдім. Ол бірден туалетке жүгірді. Мен де бірге кіріп айғырымды жуып алдым. Не істедік дегендей маған жәбірлене қарады. Сол түні бір қайталап, таңертең жолға шығарда бір қайталадым да кетіп қалдым. Содан бері 2 жылдай уақыт өтті. Бәрі сол түнде қалды. Ол туралы сөйлескен де жоқпыз. Одан кейін ниеттенген де жоқпыз. Оңаша қалып көрмедік. Оңаша қалсақ, мүмкін шыдап тұра алмаспыз. Бірақ қайталап көру ойда жоқ енді.